Ассаламалейкум, Алаш елі, бауырлар. Мынау жалпы дінімізде ықылас деген өте үлкен ұғым бар. Ықылас деген мағынасы Алланың разылығы үшін бір амалды жасау, Алланың разылығы үшін бір біреуге көмектесу, кез келген мәселен Алла үшін істелінген амалды ықыласты амал деп айтылады. Сол ықылас мәселесінде мынау ер азаматтар сыналады екен. Мысалға, әйел жұбайы науқастанып ауырып қалған кезде ер азаматтар сыналады екен. Оның қаншалықты әйеліне деген ықыласы екендігі. Сол ауырып қалған жұбайын жанынан табылып, оған көңіл бөліп, уақытылы емдетіп, сол аманатты сақтап қалуға себебін жасаған кезде сол ықылас шынайы көрінеді. Және сол ерлі-зайыптылардың арасында бір-біріне деген сенім артады екен. Әйел кісілерді ер азаматтың басына бір істі болып, жұмысы жүрмей қалып, ақшасы кішкене азайып, кішкене қолы қысқарған кезде әйел адам сыналады екен. Күйеуіне жаңағыдай жұбаныш болып, жанынан табылып, уайымдамаңыз, деніңіз сау болсын, Құдайдың беріп жатқан нығметі ешқашан аяқталмайды деп, сондай шын ықылас екендігін сол жерде жанынан табылып оған қолдау білдіре алса, онда сол әйел адамның ықылас екендігі күйеуінің алдында мәңгіге жанында есіне қалатын сәт екен. Және екеуінің бір-біріне сенім, әрмен қарай отбасылық тұрақтылығына осындай бір сеп болатын амал деп айтқан. Демек, және мына дос, мысалға бір достың басына іс түскен кезде де сол екінші жағында дос деп жүрген адамдар жанынан табылып, досым біз біргеміз, уайымдама, кемеге түскен жаны бір деп табылса, сол ықыласы достар дейді. Көрші болуы мүмкін, ағайын туыс, кез келген мәселеде осыны қолдануға кеңес береді мамандар. Демек, әрдайым сол ықыласты болып жүру момын мұсылманның бойынан табылуы қажет болған сипат дейді. Алланың алдында ықылассыз істелінген амалың ешқайсысы қабыл болмайды. Ықылассыз қандай амал десе, біреуге көрініп қалу үшін жағымпаздану, біреу айтса екен, мынау жақсы екен, анау анаған көмектеседі екен, сондай біліп жүрсе екен деген риягершілік деген нәрсе сол, оның ешқайсысы қабыл болмайды дейді. Отбасымызда болсақ та, біреумен дос болып аралассақ та, көршімен, ағайын туыспен, кез келген осы айнала қоршаған ортамызда ықыласты болып жүруіміз Алла баршамызға нәсіп етсін. Алла тағала осы ықыластан айырмасын. Субханака астағфирука ва атубу илейк.